Құлсардағы 7 жол менен Бишти Бекірен арасында мост бар. 7 жақтар. Мына жерлер 7 жолдың жақтары. Суды мына 7 жақтарын өзі жарықты. Құдай сақтасын. Су ағыс жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр ма? Азайған емес пе? Так. Осы көріп келе жатқанымыз. 7 жолдың іші әзірше тыныш. Мынау енді қазір Құлсарының ішіндегі орталықта эвакуацияға әкеліп қойған автобустар екен. Кім көшкісі келеді? Бірінші үлкен кісілер, балалар соларды көшіріп жатыр, ер адамдарды қалу керек деп. Мынау енді Аманат партиясы деп қойын. Мынау аудандық акиматтың алды. Адамдар өз жерге жиналып жатырған болу керек. Қазір келдік енді Құлсарыға. Ақпаратты әлі толық білмей жатырмын. Мінекей мына жерден халық жиналып, қайда баратындарын анықтап отқан шығар, қайда барамыз деп. Жеңіл машиналар. Ер адамдар қалып, әйел адамдар, үлкен кісілер, балаларды көшіруге эвакуация жасап жатыр. Енді мына жерден суды солап. Мынау дейтін енді қарқыны жай емес мына судың. Мынау қай жер? 4-ші жол. Мынау ненің арты да? Гранд Холлдың арты ма? Гранд Холлдың артынан. Ой, бұл мына жер. Мына жер жақсы емес. Алла сақтасын. Мешіт жақтан келе жатқан су ғой мына сонда да? Мына жерлерді 4-ші жолдың іші. Мынау Еламан дүкені, құлаңның дүкені мынау. Су уже жақындап келіп тұр. Мына есіктерге пена шаш өзімізсе барымыз әрекеттер жасап атқанымыз. Су кірмейді дегесін лайықтар қайтты. Су енді мына судың қарқыны жақсы емес. Мынау суды кешіп жатыр, қайықпен кешкендей. Алла сақтай көр, мынау дзеден келетіндей су бар да, дзеден келіп қалады ол. Мына жерде әлі салқап келіп жатыр. Мына мешіт жақтан келіп жатқан. Мешіт жақтан келіп 4-ші жол жаққа атып өтіп жатыр. Жағдай осы қазіргі жағдай. Бүгін 6 сәуір 2024 жыл. Құлсары қаласы. Бұл жерде акиматтың алдында жаңа халық үйіліп тұрады. Бәрін автобусқа апарып отырғыздау деймін да, жайғастырдау деймін. Так, мынау енді қайда мына Теңгизге орналастырып жатыр айтпақшы. Теңгиздің общежитияларын бәрін босаттырып, сол жерге баратындарды, желающыларды сол жерге орналастырып жатыр. Ал өздері кетеміз, басқа жерге барамыз, басқа үйге ораламыз дегендерге оларға да рұқсат беріп жатыр. Мына жердің биіктіктерін көтеріпті міне. 7-ші жолдағы судың деңгейі, жерде жігіттер бәрі жұмыс жасап жатыр. Судың қарқыны мынау. Бұрынғыша сияқты да қарқыны да. Деңгейі мінекей, көрініс көріп тұрғандай. Биіктетіп көтеріп жатыр қайта. Алла разы болсын бұл жігіттерге де. Рахмет айтамыз. Мына Құлсарын жетші, мына Шанқай деген дедет ме? Гостиница ма не пен? Гостиница, Шанқай. Мына жерден асфальттан өтіп отыр уже мыналар кесіп. Мына жерде ертең апырдайды мына жер бітіп тұрмай ма? Апырдайдан шығатын жолда? Мына жаққа қарай ары қарай кететін болса негізі бітейді мынау. Ары қарай бүйтіп баратын. Жоқ, мынау далаға қарай кетеді ғой. Жоқ, мына асфальтты шайып кетпей ме дегенім бұл. Мынау асфальт, мынау шетке қарата Шанқайдың қасы. Мына жерде үйлер енді ол кетіп тұр енді. Мына далаға кетіп отқан жақсы ғой, далаға кетсін да. Бұл жақта ел жоқ қой әйтеуір. Сағырлап отыр, сағырлап. Құлсарының жағдайы осы 6 сәуір 2024 жыл. Алла сақтасын.
мына жерлерден жаңа қуандықтар онда үш жерлерден шыға алмай қаламыз деп шығып кеткен болып тұр онда. Орталық сірә жабық қой да? Орталық сірә жабық. Құлсарының шет жағында Ташкент деген жердегі заправкаға очередь, машинаның очередін көрдіңіздер. Мына очередте масқара сұмдық қой. Басқа заправкалар неге жасамай жатыр екен шеттегі? Жоқ, басқа ешкімде заправка жоқ. Не шығар онда? Адамдардың бәрін жүрген шығар босату жұмысшылардың бәрін. Жоқ, заправка біткен де болсын бәрі. Біткен бе? Келмеді мен. Атыраумен келе алмайды екен ғой. Ой, мына қара. Ал мынау газға келіп тұрған заправка. Заправка келіп тұрған. Газдың заправкасы. Мына жерде мынау той сақтасын. Ал осындай жағдай Құлсары. Фуралар енді едак өте алмайды олар. Дәм мынау жолдың жабылғаны бірталай болды, мына фура азғантай емес пе? Қайда тұр екен? Бұл жол енді Атырау мен Құлсарының жолы әзір ашылады деп айта алмаймын. Ол жол кеуу керек, кепкеннен кейін ремонттау керек деген сияқты. Очередь фура мына әрі қарата Құлсардан Атырауға өте алмай тұрғандар. Жоқ, мына фура былай қарай кетіп жатыр. Ақтаудан Атырауға қарай кетіп жатқандар. Өзбекстан ағайындар. Жағдай мәз емес сияқты әзірше. Қалып жағдайға келсе, бірден хабарын жақсы жаңалықпен бөлісетін боламыз. Мына жер Вақтыбай менен 5-ші ауылдың ортасындағы көпір ғой. Мына жерде бұрын көпір болған. Көпірді бұзып алдырыпты. Судың несі дейтін сарқырап дауысы дейтін ойын басқарама. Мына су тоқтайтын су емес сияқты өзі. Жасақтасын енді. Мына 4-ші ауыл. Құлсары қаласы 4-ші ауыл деген жер. Мінекей жағдай мынау. Шарбақтың белгі ортасынан келіп тұр су дейтін. Өтін алды тұр. Адамдар құтқарып отыр ма үйлерінен? Жол, автодорожник жоқ қар жағы да.